Келесі 1119 есебіміз. Бұйымның бағасы 12 пайызға қымбаттады. Егер осы бұйымның алғашқы бағасы 2000 теңге болса, қымбаттағаннан соң бағасы неше теңге болды деп сұрап тұр. Сонда біріншісі, бастапқыда ол 100% болатын, ол 12 пайызға қымбаттады. Сонда 12 пайыз болды. Қосындысы 112 пайызға тең болады. Енді 2000-ның 112 пайызын табамыз. Сонда 2000 көбейтілген 112 пайыз бөлінген 100 пайыз. Нәтижесі тең болады 2240 теңге. Яғни қымбаттағаннан соң бағасы 2240 теңге болған екен. Келесі екіншісі, дәл солай 12 пайызға қымбаттаған, сонда 112 пайызын табу керек. Сонда 5000 санының 112 пайызын табамыз. Бөлінген 100 пайыз. Оның нәтижесі 5600 теңге болады. Қымбаттағаннан кейін 5600 теңге болды. Келесі үшіншісі 8000-ның 112 пайызын табу керекпіз. 112 пайызы бөлінген 100 пайыз. Сонда нәтижесі 8960 теңге болған екен. Келесі 1120 есебіміз. Мұздатқыштың бағасы 15 пайызға арзандатылды. Егер мұздатқыштың алғашқы бағасы 58 теңге болса, арзандатылғаннан кейін бағасы неше теңге болды деп сұрап тұр. Сонда бастапқыда ол 100 пайыз болды, ол 15 пайызға арзандатылды. Сонда ол 85 пайыз болды. Енді 58.000-ның 85 пайызын табу керекпіз. Сонда 58.000 көбейтеміз 85 пайыз бөлеміз 100 пайыз. Нәтижесі тең болады 49300 теңге. Арзандатылып болғаннан кейін 49300 теңге болған екен. Келесі бұл біріншісі, енді екіншісін табайық. 62 теңгелік мұздатқыш ше. Сонда 62.000-ның көбейтеміз 85 пайызға бөлеміз 100 пайызға. Оның нәтижесі тең болады 52700. Яғни 52700 теңге болған. 15 пайыз арзандатылғаннан кейінгі бағасы. Келесі үшіншісі 70.000-дық мұздатқыш. Көбейтеміз 85 пайыз бөлінген 100 пайыз. Оның нәтижесі тең болады 59500. Арзандатылғаннан кейін бағасы 59500 теңге болған екен. Келесі 1121 есепті шығарайық. 3,2 метрдің 35 пайызын табыңыз дейді. Сонда 3,2-ның 35 пайызын табу үшін 35 пайызды бөлеміз 100 пайызға. Оның нәтижесі тең болады 112 бөлінген 100 пайыз. Нәтижесі тең болады 1,12 метрге. Келесі 8,6 дециметрдің 35 пайызын табу керекпіз. Ол үшін 35 пайызға көбейтіп 100-ге бөлеміз. Тең көбейтіндісі 301-ге тең болады. 301 бөлінген 100, сонда 3,100-1 дециметрге тең екен. Келесі 6,4 санының 35 пайызын табайық. Ол үшін 35 пайызға көбейтіп 100 пайызға бөлеміз. Оның нәтижесі тең болады 224 бөлінген 100 пайыз. Нәтижесі 2,124 сантиметрге тең екен.